Bir-iki жүгірет алды. Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермендер. Бүгін тағы кірпіш заводқа келдік. Мына жақтан андай мелочевкалар жинап жатырмыз. И бұл жерде біз жалғыз емеспіз. У нас серьезные конкуренты там работают. Вот видите? Көрдіңіздер ме? Қандай рельстер түсіріп отыр мына жерден. Потолоктағы. Вот он. Вот там еще. Вот серьезные конкуренты. Зано басынан келгенше осынша темір жинап алдық. Мирастың қолында біраз бар. Екеуміз 5 килограмм алып келдік қой. Мынандай шақты. Мына тұрған бағана ана жерден тауып алдық. Удачно жатыр екен. Мынандай миттер бар біраз. Какой-то мониторды кім екен. Кстати, болгарка бар бүгінде. Бұйыртса болгаркамен де біраз жұмыс жасаймыз. Мынандай сақ-түйек алюминдер кездесіп жатыр ақырын-ақырын. Нақты тағы да сондай бар. Көріп жатсаңыздар. Темір. Бұл қаны жаман емес темір. Бірақ жаңа конкуренттардық сияқты болмаса да, әйтеуір бұйырған. Әркім өз несібесі дейді ғой. Өйтіп слишком артық кетуге де болмайды деп ойлаймын өзім. Алсаң сол сақ-түйектерді, бірдеңелерден мынау сияқты. О, шестерка проволока. Осындайларды болады алуға. Yani слишком артық. Аналардық. Мен мына пештің ішіне кірдім. Міне пеште от жүретін жер мынау. Қап-қара болып күйіп кеткен. Мықты саған екен. Стенаң өзі чего стоит. Қанша ақша кетті екен мұнда. О, поддон. Хороший поддон. Так. Жаль, что у меня грузовика нет. Жеттаға не салған. Кішкентай үй байқұс. Асырап жүр. Шамасы жеткенінше. Мына кірпіштер неміне? Өртенбеген кірпіштері қойдым. Қайттан топырақ болып кетті. Араласып бәрі. Оба. Кесетін? Кес қарап көрейік. Трос жатыр. Трос. Шестерка проволока. Тросты байқашы, жаман жоқ негізі кессең. Жата берсін аларын бәрі бос сияқты ғой. Шығады екен ақырын-ақырын. Аха. Қыштады. Сынайыққа кейіміз алдың сол. Аяқтын айналып кетпіз ғой. Еще 640 болу, санаяқта тұрып жатыр, бірақ біздің бойымыз жетпейді он кескенге. Ана жақта. Мирас, ана аяқта бір не тұр? Кругляк. Мынандай. Пластина тауып алдым. Алдында келгенбіз негізі осы жерге. Қалай көрмей кеттік. Бұйырмаған, бүгін бұйырып тұр. Аяқта рельстер. Екі рельс жіңішке. Тұтым ұзын ба? Ана аяқта біздің конкуренттер жүр кәз. Былай қарай өтім. Видите? Миллион уже зарабатывал.
Mына жерге аккумуляторымды ұмытып кетіппін ғой жаңа. Қалтаға да сыймайды екен. Давай. Құрметті көрермендер, мынаны кесу үшін біраз қиналып жатырмыз енді. Сында ана трещина болды, родной. Давай. Ай, хорош. Мына бір қанша келі, бір 5-6 келі бар, е? 10 бар ем, ана. Кешегі штангыдан алдым. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Кеше біз темірге шықтық. Және біздің жинаған теміріміз 95 килограмм болды. 87 теңгеден қабылданды. 8000 теңге. Біз және 2000 теңгесін Болгарканың арендасына бердік. Және Мирас екеуміз 3000-нан бөліп алдық. Сол видеоның қазір монтажын жасап отыр. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше дейміз. Сау саламат болыңыздар.